Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Кезекті видеоны жалғастырамыз. 8-ші сынып информатика пәніндегі 5-3, 5-4 тақырыптар алгоритмді программалау практикалық жұмыстармен танысатын боламыз. Бұған дейін жоғарыда бір тақырып бар, ол алгоритмді әзірлеу деп айтылады. Теориясы өте көп екен, аса бір тоқталатын жайт жоқ. Ол жерде бар болғаны мына нәрсе айтылған. Программа жұмыс жасаған кезде ең жақсы программа ол тез орындалатын программа деп for ITE мен JTE-дағы проблемалар айтылады негізінде. Сол үшін де сразу 5-3, 5-4-тегі тақырыптарға кірісіп кетсек. Ең бірінші берілген есеп, енді бұл жер чисто практика болғаннан кейін n 1-ден 20-ға дейінгі факториалды есептеу блок схемасын құрып, оны программаға айналдыр дейді. Яғни факториал деген леп белгі знакпен қойылады. 1-ден n-ға дейінгі сандардың бізде көбейтіндісі факториал деп айтылады. Негізі өте оңай есеп. Бұл 10-ші класста тағы да келеді. Функция тақырыбында бұны тағы да қарастыратын боламыз. Есеп өте оңай. Факториал n клавиатурадан енгізіледі. n тең int input. Сөйтемізді while мен или for мен де шығарса болады. For I in range диапазон міндетті түрде 1-ден басталу керек. 1-ден n плюс 1-ге дейін какой-то s болу керек, ол изначально 1-ге тең. Себебі қай санды 0-ге көбейтсек, ол бәрібірде 0 болып кетеді. S көбейту равно i-ды бір-біріне көбейтіп, оны s-қа жинаймыз. Бұның дұрыс жазылуы, немесе екінші жазылуы s тең s көбейтілген i болып жазылады. Есеп осымен аяқталады. Экранға санның жауабын s-ті экранға шығарамыз. Компиляторға жібереміз. Егер 5 факториал болатын болса, 120 шығады. Run модуль. Окей. 5-ті енгіземіз. Вот мінеки 120 шықты. Есеп өте қарапайым. Екінші есеп n саны берілген. Осы санның ең үлкен цифрымен ең кіші цифрын экранға шығар. Есептің блок схемасын құрып, оны программа кодына ауыстыр дейді. Бұны біздегі натурал сан. Білеміз, что max ол қазір бізде 9, min бізде 4-ке тең. Бұл натурал санды шашып жібереміз. While арқылы каждый элементті тексеріп көреміз. Әрине бұның коды беріліп қойған. Біздің жағдайда бұлай тексереміз. Егер максты табу керек болатын болса, аз санмен тексереміз. Минді табу керек болатын болса, көп санмен тексереміз. Давайте бірге орындап көрейік. n натурал саны берілген. n тең int input. Келесіде max деген менде 0-ге тең. Min деген ол 10-ға тең. Өйткені осы сандармен салыстыратын боламыз. While n 0-ге тең болғанша k операторымен соңғы санын аламыз. K тең n%. 10. Бұл есептер негізі алдында келген. n тең n бөлу 10-ға. Енді шарт тексереміз. Если k үлкен болатын болса макстан, онда макс тең k-ға. Енді қараңыздар, k деген менде қазірше 9. 9 деген сан 0-ден үлкен ғой. Үлкен. Онда макс, яғни макс деген переменныйымыз 9 деген санды өзіне ұстап тұрады. Болды. Макс 0-дің орны 9-бен ауысып кетті. Келесі if-та k кіші болатын болса миннан. Енді мына тұрғаны k 10-нан кіші ғой. Рас. Олай болатын болса min тең k-ға. Дәл осылай минимумды да, максимумды да ұстап, изначально макс 0, min 10 еді. Сразу бірінші шартта макс 9, min 9 болып кетеді. Келесінде 6 9-дан үлкен емес, яғни k-ның мәні қазір менде 6 болады. 6 9-дан үлкен емес, сол үшін макс өз әрекетін орындамайды. Соответственно, 6 9-дан кіші, онда миннің мәні уже 6-ға түседі. Жаңа бірінші циклда ол 9 еді, келесі циклда 6-ға түседі, одан кейін 5-ке түседі, одан кейінгі 6-ға тиіспейді, 8-де тиісе алмайды, 4-ке барғанда тағы да астына түседі. И так ары қарап уже астына түспейтін болғаннан кейін min ең соңында 4-ті ұстап отырады. Экранға шығарамыз принтқа.
Так, max тең өтір max'та. Print min тең өтір minда. Runға жібереміз. Run модуль. Окей. Натурал санды көшіріп алайық. Копировать. Паст ставить. Max 9, min 4. Жақсы. Есеп негізді өте оңай. И оның жауабы да беріліп қойған. Бұл жердегі s тең 1 дегеннің не екенін мен білмеймін. Білетін болсаңыздар комментарийге қалдырсаңыздар болады. Примерно бұл жерде ол қолданып тұрған жоқ, s-тің мәні. Себебі блок схемада s туралы айтылмаған. Келесі, төменде берілген программаның блок схемаларын құр дейді. Бұның блок схемасын құрып, егер сан болатын болса, оны шығара салған жақсы еді. Блок схемасын өздеріңіз құрсаңыздар болады. Ал біз мына сан есептен не шығатынын программасын құрайық. Егер ол сандар заранее белгілеп қойған болса, мына жерде X клавиатураны енгізу керек болады, сол үшін шығармай қойық. Ал мына есепті шығарып көрейік. Бұл есепті шығарып нәтижесін сала салу оңай, бірақ бізде ертең ОБТ-ға барған жағдайда осындай есеп келетін болса, балдар қолдан шығара алу керек. Демек, қазір біз мына есептің шешу жолын Paint-та қарастыратын боламыз. Демек, есеп 1-ден 51-ге дейін бергенмен 1-ден 50-ге дейін қайталанады. Сөйтеді, каждый k деген сан 5-ке қалдықсыз бөліне ма? Мына жерде 1 тең кем, ошибка сода. Егер қалдықсыз болатын болса, оны 2-ке көбейтіп, s-ті қосуымыз керек. Демек, примерно осы жерде 5-ке қалдықсыз бөлінетін сандар олар 5, одан кейін 10, одан кейін 15, 20, бірінші сол сандардың өзін тауып алайық. 25, 30, 35, 40, 45, 50 программа соңғы 50-ге дейін барады. Егер расымен сондай болатын болса, онда осылардың барлығына 2-ні көбейтіп шығамыз. 2, өйткені сол санның, сол k-ға 2-ні көбейт дейді. Пока что бәріне 2-ні көбейтіп шығайын. 2, көбейтемін 2, көбейтемін 2. Енді оған s-тің мәнін қосып шық дейді. S-тің мәні қазірше менде 0-ге тең. 0-ге тең, и мұнда общий s шығады. Қазіргі жағдайда s-тің мәні 5-ке 2-ні көбейтіп оған 0-ді қоссақ 10-ға тең. Келесі жолы мұнаған сол s-ті қосамыз 10-ды. 2-ге 10-ды көбейтсек 20, 20-ға 10-ды қоссақ 30. 15-ке 2-ні көбейтсек 30, оған қосамыз 30-ды, онда болады 60. Одан кейін 60-ты қосамыз, 20-ға 2-ні көбейтсек 40, оған 60-ты қоссақ 100. Қосамын 100-ді. 25-ке 2-ні көбейтсек 50, оған 100-ді қосамыз 150. Қосамын 150-ді. Не үшін қосып атқанымыз түсінікті шығар, өткені s деген ғой, s-ті қос деген. 30-ды 2 өтсек 60, 60-ға 150-ді қоссақ 210. Қосамыз 210-ды, 210-ға қосамыз 70-ті 280 болады. 280. Қосамыз 280-ді, 280-ге 80-ді қоссақ 360. 360-ға қосамын 90-ды 450. 450-ге қосамын 100-ді 550 шығады екен. Программа нәтижеде кстати, деген ошибка, бұл жерде, наверное, бізде s-ті сұрап тұр. Әрине, кітапта қателер бар, бізге ол кедергі емес. Біз главный есепте нені сұрап тұрғанын білсек болды. S тең 0 for k in range 1/51 если k процент 5 тең 0-ге, әрине 2 тең қоямыз, онда s тең 2 көбейтілген k қосылған s. Экранға біткеннен кейін s-ті шығарамыз.
S нәтижесінде жаңа 550 деген сан шығу керек. Вот, пожалуйста, 550 деген сан. Енді шын мәнінде if-тің ішінде жаңағыдай бұлай тексеріп көрсек болады, я? Тура осыларды бірінші K-ны шығарайық. Одан кейін 2, одан кейін S, я? Тексеріп ранға жіберейік. Так, мінекей 5, одан кейін 10, одан кейін 10, одан кейін 30, и соңында 45, одан кейін 450, 50, одан кейін 550. Программа дұрыс орындалды. Келесі мысалды қарастырайық. Бізде төменде берілген программа кодтары жұмыс істегенде экранға қандай нәтиже аламыз? Программа кодын компьютерге салып тексермей жауабын тап дейді. Жақсы. Мына жерде біз математикада жақсы білеміз, қай санды 0-ге көбейтетін болсақ, бәрібір 0 шығады. Бізде енді S-тің мәні 11-ге артып жатыр, рас, ақиқат S 11-51-ден кіші, шарт орындалады да, n 2 көбейтіледі, сөйтеді ол 0 болады. Когда программа неше рет n-ға көбейтілсе де, бәрібір нәтижесіне 0 шығады. Енді мына есепті шығарып көрейік. Так, шығарған кезде бірінші paint-қа салайық. Бұл да бір ұзақ шығатын сияқты. S-тің мәні 175 еді. 175 қосылған 0. 175 ол 300-ден кіші, яғни ақиқат. Значит, программаның блогы орындалады. S-тің мәні 175-тен 5 алынады. Изначально S-тің мәні 170-ге тең. Соответственно, 0-ге 25 қосылады, қазір 25 болады. Екеуінің қосындысы 195. 195 300-ден кіші, программа ақиқат. Келесі қадам орындалады. Келесі қадамда S-5, яғни 165 болады. Мен төмен жазып кете берейін. Қай жерге дейін баратынды білмеймін. 160, одан кейін 155 қателеспесем, өйткені S-5-ке арта береді. 150, 145, 140, 135, 130. Пока осымен тоқтай тұрайын. Ал мынау 25-ке арта бергенде 50, 75, так, одан кейін 100, 125, 130, 135, 140, 145, 135-тен кейін 125, и мынау 150. Программа қай кезде тоқтайды? Осы екеуінің қосындысы 300-ден асқан жағдайда. Калькуляторды алайық, шамамен есептеп көрейік. 125 қосылған 150, 275. Вот 275 деген 300-ден кіші. Так, 50, 75, 100, 125, 100, 125-тен кейін 150 болады ғой мына жерде. Бәсе, здесь что-то не то. 125-ке 25-ті қосатын болсақ 150, одан кейін 175, одан кейін 200, 225-те 250. Осы екеуінің қосындысы 300-ден кіші болғанша программа орындала береді. Давайте мына екеуін тексеріп көрейік. Так, 125 қосылған 250, 375 асып кетті, программа бұл жерге жетпейді. Келесі 130 қосылған 225, 355, программа бұл жерге жетпейді. Келесі 135 қосылған 200, 335, программа бұл жерге де жетпейді екен. Келесі 140 қосылған 175, 315. Примерно программа осы жерге дейін орындалады. Яғни осы жерде тоқтайды. Енді осыған дейінгісін бір тексеріп көрейік. 145 қосылған 150. 295, мына жерде последний раз цикл орындалады да. То есть, мына жерде последний раз программа орындалады да. И ең соңында 140-қа қосылады 175, 315 программа осы жерге келген кезде тоқтайды. Егер бізден программаның нәтижесінде n-ді сұрап тұрған болса 175 болады, s-ді сұрап тұрған болса 140 шығады. Енді программаны жазып көрейік. Бізде n-ді сұрап тұр екен, 175 шығуы керек. Программаны жазамыз. S тең
175 n тең 0 while s плюс n кіші 300-ден s тең s минус 5 n тең n қосылған 25. Все, принтқа n-ді шығарамыз, f5 окей, ранға жібереміз, 175, блокнот ашамыз, вот, міне 175. Егер осы жерде бізде программада s-ті сұраған болса, жаңа айтқан болатынбыз, 140 шығуы керек. Run модуль, вот, міне 140. Программа бірінші қағазға орындағанымызда дұрыс нұсқасын ала алдық деген сөз. Келесі, үшінші тапсырмада төменде берген программа кодты жаздық, қателер кеткен, сол қателерді анықта. S-тің типі анықталмаған, int болуы керек, әйтпесе математикалық операция орындалмайды. Int болған жағдайда мұнда қос нүкте болу керек, әйтпесе while орындалмайды. Егер мұнда қос нүкте бар жағдайда двоеточие қойылмайды. K тең K қосылған 2 болу керек. 3 қате бар. Келесі жолы for K in range 1-ден 50-ге дейін ошибка жоқ. Если K процент жеті тең болса 0-ге 1 тең жетіспейді. S тең S қосылған K дұрыс. Экранға екеуінің көбейтіндісі шығу керек болатын болса, онда мынау тырнақша болмау керек. Егер бұл тырнақша болып нәтиже шығаратын болса, не берсек те бәрібір 2 көбейтілген S деген шығып қалады. Бүгінге осымен видеоны аяқтайық. Келесі сабақта біз 4-ші тапсырмадан бастап шығаратын боламыз. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Видеода түсінбеген сұрақтар болса комментарийге қалдырыңыздар. Әрине біліп жатсақ жауап береміз. Келесі видеода жүздескенше сау саламатта болыңыздар.